Ассалаумағалейкум, қалың елім қазағым. Ресей атом қаруын қолданатын ыңғай байқатып отыр. Бұдан ілгері Путиннің өзі немесе оның басыбайлы кесіп құлақ құлдары Медведев пен Лавров, немесе Шойгу, немесе оның басқа ақпараттық итаршылары атом деп дүниеге үрей салған болса, енді Израиль ақпарат құралдарының сөзіне сенсек, Ресейдің атом зымырандарын ататын жойғыш қырғындағы ұшақтары енді Украин шекарасына таяу маңдарда байқалған. Бұл туралы еврейдің ағылшын тіліндегі медиалары өздерінің Израильдағы жекеменшік тәуелсіз ақпарат жинау орталықтарының деректеріне сілтеме бере отырып жариялады. Әрине, міне көптеген елдерде тіпті қару-жарақ тасу, ақша тасу, анау мынау барлығы жекеменшіктеніп кетті. Мысалы, Америка сияқты елдерде қару-жарақ жасауға дейін жекеменшік, банктың ақшасын тасуда жекеменшік, енді соңғы кезде армияны да жекеменшік, қарулы күзетте жекеменшік, бәрі жекеменшік болып жатқан дүние. Енді екі бастан бір белгілі нәрсе, ақпарат жинау орталығында аталмыш Израильдің жекеменшік мекеме екен. Демек, қаржы жетеді, ресурс қайнар көз жетеді, сөйтіп Ресей мен Украин ортасындағы осы белгілерді байқап отыр. Енді осыдан барып дүние жүзі қайтадан тіксіне бастады. Себебі мынау Путин деген есерсоқты сау адам ретінде қарастыруға болмайды. Барлығымыз енді осында басынан ыстық су өткен азаматтар мына сау адам мен жынды адамның қандай айырмасы болатындығын айтпаса да біледі деп ойлаймын. Мысалы, мен өз өмірімде сау адамдармен де жауласып, дұспандасып, мысалы осы мына адамдық құқық тақырыбын көтеріп жүргенде, және жынды есерсоқтармен де, жарымес көкмей көгала жаңағы жартыбастармен де жаңағы араласып көрдік. Себебі осы мынау адамдық құқық тақырыбын көтеріп бүкіл дүние жүзіменен байланысып жатқан кезде біздің алдымызға кім келмеді дейсің? Арнай тәрбие көрген, тумысынан арамза, дүниеге келгенде жаңағы шекесіне арамза деген таңба басылған сұмырайлар да келді. Неше түрлі жаңағы көкмей келді. Жаңағы аузына ақмай салып отырсаң қарға тісілеп отыратын, қайырымдылықты білмейтін есек бастары келді. Не бір құдай атқан сорлыларды көрдік. Бірақ дүниеде қазақтың бір сөзінен артық керемет сөз жоқ. Жауыңда, досыңда ер болсын дейді. Себебі мен мысалы қаншама маған қастық жасамақшы болған, мені арбаған, аздырмақ болған, маған бір мәлім бір діни сектаның жаңа қалпағын кигізгісі келген жаңағындай сұмырай жігіттермен сұхбаттас болдым, дастарқандас болдым. Олар да мың сан арбауларын жасайды. Мен де әдемілеп тұрып әлгілердің қақпанын баспай сытылып шығам. Сонда сіз қақпанның бәрінен құтылып шығасыз деп әлгілерде ең соңында жеңілгенім мойында. Міне, жауың да, досың да ер болсын деген содан шығады. Ал енді бір сұмырайлар бар. Не достыққа жарамайды, не жаулыққа жарамайды. Сен оған әкесі жасамаған жақсылықты жасап отырсаң, ол сені кез келген уақытта сата салады. Әлгіге жылап жалындым, көкетай, мен ертең өлгенге дейін саған жақсылық істейтін едім ғой. Менің саған жақсылығым жететін еді ғой. Әкеңнен көрмеген жақсылықты көріп едің ғой. Мені сатпашы, мен саған тағы жақсылық істейтін едім ғой деп жылайсың. Себебі ол жынды. Кәдімгі сиыр, кәдімгі сиыр. Сен сиырға жем бересің, су бересің, жаңа шөп бересің. Сол сиыр жақсылығыңды біле ме? Сүзгісі келген кезде сүзе салады. Және ол сүзген үшін мынау ертең маған жем береді, мей қалады ғой дегенді ойламайды да ол. Ол мал. Путин сол сияқты мал. Путин кәдімгі есерсоқ, кәдімгі жынды мал. Ол өзімен қосып мына бүкіл дүниені ала кеткісі келеді. Анық ала кеткісі келеді. Міне, Израиль ақпарат құралдарының айтып отырған дерегі дәлел осы болып отыр. Бұл енді өте қауіпті құбылыс. Өте қауіпті құбылыс. Енді осы қауіпті құбылыстан кейін бар, енді ойлай беріңіздер. Атом соғысы шынында адамзатқа дәл осы кездегідей жақындап берді. Екі мысалды айтуға болады. Бірінші, кезіндегі Куба дағдарысы. Ол Куба дағдарысы қалай еді? Куба дағдарысы мынау
Американың тура іргесінде, бүйірінде тығылып тұрған коммунистік режимдегі диктатуралық Куба деген ел бар. Соған Совет одағы келіп, атом қаруын тыға қоймақшы болады ғой. Яғни Американы бүйірден атомменен бұрғылауға өзіне одақтастаба қояды. Куба мынау қасындағы Америкамен одақ болып, демократияланып, тауар өндіріп, өсіп өніп өркендеп, әділ сайлау ұйымдастырып, халқына еркіндік беріп, жаңағы баспасөзге еркіндік беріп, оң жаққа дамығаннан көрі, ол сұмырайдар адасып Кастро деген бір есекбастың изіміне, коммунизміне ілесіп, содан бүкіл елі анау айдаладағы өзі екі қолы қанға малынған орыстардың коммунизміне ілеседі ғой. Мына іргесінде тұрған Америка демократиялық жолға түсіп, бақыттан бас айналып, ішсе алдында, ішпесе артында, жаңа езуінен май ағып жатқанда, ана жақта ашаршылықтан, аштықтан бәленбай миллионы қырылып жатқан өмірінде халқында әділ сайлау көрмеген, халқында жаңа саяси сауаты жоқ, сол құрыған Совет одағының одақтасы болады ғой Куба. Біреуді Құдай қаңғытады, біреу Құдайға болмай өзі қаңғырады дегенді осыдан көруге болатын сияқты. Енді сол Куба сұмырайдың кезінде атом дағдарысы деген дағдарыс болған. Сол Совет одағының Кубаға атом орнатамын дегеннен сұмдық үлкен дағдарыс шыққан. Енді сол дағдарыс ең соңында Американың жеңісі арқылы шешілген болатын. Қалай? Америка бүкіл Совет одағының жаңа суасты суын көргемесін тұтқындайды. Совет одағының әскерлері екі қолын көтеріп отырып беріледі. Бүкіл ішіндегі бүкіл нәрселерін тінтіп, жаңағы кері қайтасыңдар деп кері қайтарады. Совет одағы масқара болып, мынау Американың өзін біз көз білмейміз, біз қырып жібереміз, жойып жібереміз деп жаңағы өз өтірігіне өзі сеніп, жаңағы әшейін кеуделенетін сасық кеуделі орыстар ең соңында Американың жаңағы озық өте басым жаңа қаруларының алдында ең соңында масқара болып, Американың әскерилер Советтің суасты сүңгуір кемесіне кіріп отырып, бүкіл видеоға түсіріп отырып, көздеріне шұқып, орыстардың бетіне түкіріп, осыдан енді бір сәт аттасаңдар, жет әкелеріңді көздеріне көрсетеміз деп, орыстар масқара болып жеңілген. Міне бұл атақты Куба атом дағдарысы. Тарихта оны орыстар өллахи беллахи айтпайды. Орыстар айтпайды. Орыс тіліндегі медиадан іздемеңіздер де көрмеңіздер. Ағылшын тілді медиадан көріп, оны Google-дың аудармасы арқылы өздеріңіз қазақшаға аударбасаңыздар, сонда бұл дағдарыстың қыры мен сырын білесіздер. Ал енді менің айтайын деген екінші сөзім. Бұндай дағдарыс Қытай мен Орыс ортасында да болды. Тағы да Орыс, атом. Себебі Қытай компартиясы Сталиннің, Лениннің қаржыландыруымен құрылды. Бүкіл ақшаны кезінде 3-ші интернационалдың көмегіменен жаңағы 3-ші интернационалдың Қытай компартиясына жіберген өкіліне сол орыстардың қолыменен жеткізіп отырды. Негізінде Қытай компартиясының құрылуының өзі сол Совет одағы жіберген екі еврейдің қиыр шығыс арқылы Шанхайға келіп, сол Шанхайда ұйымдастыруынан барып Қытай компартиясы құрды. Яғни Қытай компартиясының жетекесі Орыс компартиясы. Екі бастан анық. Енді мен айтайын дегенім, сол Сталиннен алған қарызды қайтарасың дейді. Хрущев пен Мау мынау социалистік елдердің қошқарлығына таласады. Хрущев мен Совет одағы дейтін алып империяның басшысымын, мен бүкіл социалистік лагердің қошқары атаманы мен болам дейді. Мау айтады, Сталин болса ол болар еді. Мен 28 жыл қан кештім. Артымда бәленбай 100 миллион, жарты миллиард халқым бар. Мен қошқармын, сен қаруда ұстап көрген жоқсың дейді. Сонымен қысқасы Хрущев пен Маудың бір-біріне деген жаңағы қошқарлыққа таласқаннан барып, мына дүниеде, мына адамзат тарихындағы ең сұмдық қасіретті оқиға туады. Содан Қытайдың Орысқа беретін ақшасы жоқ. Бүкіл бидайын, жаңағы арпасын, күрішін тиынға бағалап алады. Орыстар оны жаңа бағалап, мынау сортты екен, мынау сортсыз екен деп, бәленбай 100 миллион тонна күрішті, бәленбай 100 миллион тонна бидайды сортсыз біз мұнан алмаймыз дегенде, Қытайдың есерсоқ премьер Жунлай, орыстар сортсыз деген күрішті біздің халқымызда жемейді деп, соны ана Уссури өзеніне ағызып жібереді ғой, теңізге ағызып жібереді өзен арқылы. Міне, содан Қытайдың халқы 3 жыл аштыққа ұрынады. Ол табиғи, 3 жыл табиғи апат дейді. Табиғи апат емес, ол Маудың апаты, ол коммунистердің апаты, ол Хрущевтің апаты. Сол кезде мына Қытайдың халқының қынадай қырылатын кезі сол. Ал осы
Хрущев пен Маудың ортасындағы дағдарыстан Хрущев жаңағы мына қазіргі мына Алматы облысындағы мына Алакөл бар ғой, Алакөлдің маңында Жалаңашкөл деген жер бар. Сол жерде менің туыстарым тұрады. Алакөлдің маңы Үшарал тұтас түгел баррақ, анау Семейге дейін менің туыстарым. Мына бүкіл Шығыс Қазақстан тұтас менің туыстарым бық етіп тұр. Ал сол жерде Жалаңашкөлде соғысады. Ол жерде соғысқанда тағы сол менің туыстарым соғысады. Ана жақтан жаңағы Алашанку, Алакөл дейміз ғой, одан Қытайдың әскері келеді. Содан қырғын соғыс болады. Одан анау Қытайлар Жымбаудау дейді, орыстар Даманск аралы дейді. Сол аралда үлкен қырғын болады. Ол аралды орыстар алады да жаңағы бомбасымен жарып тастайды. Мә саған да жоқ, маған да жоқ деп жарып жібереді. Енді осындай қырғындардан кейін орыс пен Қытайдың ортасы бұзылып, ең соңында қайтеді, қой құрысын, атом бомба жарайық дейді. Содан барып жаңағы Қытайға Совет одағы ресми түрде атоммен соққы беретін болады. Пекинге, Шанхайға, Дальянға, мынау жаңағы Қытайдың ең ірі қалалары, мынау Қытайдың сол кездегі әскери қаласы Ланчжуға, тағы басқа бір топ қаласына атомдық соққы беру туралы жоспар жасайды. Дәл осы жоспар Қытай білмей құпия отырады. Дәл осы жоспарды Американың шпиондары, Американың барлау қызметі Қытай жақтың өстіп, орыс жақтың Қытайға осындай сұмдық соққы жасағалы жатқандығын Америка біледі де. Міне, көрдіңіз бе? Америка біледі. Сөйтіп Қытайға хабар береді. Қытайға ол кезде Американың ара қатынасы онша емес. Содан Қытайға қысқасы айтады, Қытай сорлы жаңағы. Ол кезде Қытайың деген ине өндіре алмайтын кез, ине өндіре алмайтын кез. Сорлы Қытай, мына орыстар саған атом жарғалы жатыр дейді. Қытай сенбейді, бірақ ақпарат дәлелдерін жеткізген кезде Қытайың Мауың енді қысқасы бұтқа жібереді. Содан Мау ана қала ауылға, мына тауға, Жуынлай мына тауға партия орталық комитетіндегі негізгі басшылардың бәрін бір тауға қашырады. Сөйтіп мына қирап біріміз өліп біріміз қасақ, мына халықты бастап партизандық соғыспен, мына санымыз көп, орыстарды біріміз кем дегенде бір орысты жастыққа ала кетейік, сөйтіп қысқасы берілмейік деп әгілер сол орысқа қарсы ататын атомы жоқ, қорғанатын кеңістіктен қорғаныс жүйесі жоқ. Қытай деген енді ештеңесі жоқ кез ол кезде. Сөйтіп бұлар келіседі. Сол кезде Америка Совет одағына ультиматум тапсырады. Егер сендер мынау екінші дүниежүзілік соғыстан елді есін жиып отырған мына халыққа егер сендер атом соғысын бастайтын болсаңдар, 77 әкелеріңді көздеріңе көрсетеміз дейді ғой. Хрущевке Американың президенті сол кезде ең қатаң әскери ескерту жасайды. Егер сендер өстіп Қытайға атом соғысын бастасаңдар, ол кезде Америка мен Қытайдың өзі жоқ. Неге Америка өстіп? Америка ол кезде дүние жүзінде атом соғысының болуын қалаған жоқ. Бұл енді атом соғысын бастаса, мысалы орыс бастаса, орыс артынан мысалы Америка тастаса, бұның барлығы мынау екінші дүниежүзілік соғыстың аяқтағанына енді азғантай уақыт болған кез, бұл дұрыс емес деп отыр. Содан Американың қыспағынан Америка ол кезде орыстардың бүкіл әскери жаңа қамбаларын, атом қаруын сақтаған қамбаларын бәрін тізіп, не жоспары бар екен, тіпті қай жерге қандай атом жармақшы болғанына дейін жариялап тастайды. Біздің білмейтін ештеңкеміз жоқ. Қысқасы орыстар бір жерлеріңе қараңдар дегенде, Хрущевіңді басқаңда жаңағы тәубалар есіне түсіп, жаздық, жағылдық, қасықтай қанымызды, шыбындай жанымызды қия көр деп, сөйтіп әгі есекбас орыстар атом қаруын қолданудан бас тартқан екен. Міне бұл адамзат тарихындағы екі реткі атом соғысы туралы әңгіме. Екі рет болды. Енді мынаны, осы Украинадағы мына соғыс, енді дәл осы сол кездегі келіңкірейді. Әсіресе мынау Жалаңашкөлде Қытайлар қырылып, одан жаңа Даманск аралында орыстарды Қытайлар қырып тастаған, сол кезде жаңағы Хрущевтің әбден шығар жол таппай бүкіл Қытайды шабамын деген. Сол кезде Хрущевке бедел керек болды, бет керек болды. Себебі оған социалистік елдердің жаңағы коммунистік елдердің жаңа көшбасшысы, атаманы деген атақ керек болды. Ол сол атақты алуым керек деп отырды. Ал ол негізінде Хрущевтің жоспары бойынша Қытай Шығыс Еуропадағы коммунистік елдер сияқты Совет одағының бір бағынышты елі, шылауындағы ел болып қалуы керек. Оның тәуелсіз өз өндірісі анау мынау болмауы керек.
ол Қытай қысқасы аграрлық елге айналу керек, немесе анау мынау болу керек. Дальянда, Харбинда жаңағы Совет одағының әскері тұру керек. Қысқасы сондай көп жоспары болған. Оның сондай көп жоспары болған. Міне сол жоспарының бәрі быт-шыт болып Қытай жаңағы Совет одағының айтқан сөзін тыңдамаймыз дегеннен кейін барып осы әңгіме шығады ғой. Міне осы әңгіме содан кейін шыққан дүние. Енді сол кезде Хрущев Қытайды тұтасымен құртып, Компартияны тұтасымен жойып, өзінің сөз сызған сызығынан шықпайтын қуыршақ жүйе орнатып Қытайдың ірі қалаларын тас-талқан қылып, қысқасы мынау сөздерін тыңдағысы келмей тұрған сол заманның өзінде Польша біраз тыңдағысы келмей қиқақтай бастаған кез, Албания, Әнуар қиқақтай бастаған кез, анау Тито деген бар, ол да жаңа коммунистік елдердің несі Хрущевті тыңдағысы келмей қиқақтап жатқан кез. Сонда Хрущев осы коммунистік елдердің осы басшыларының барлығы Мауды айдап салды. Мау өзі де есерсоқ, ол да атақ құмар, жаңағы сондай бір есерсоқ. Бұл коммунист диктаторлардың бәрі бірінен бірі өткен есерсоқ, жаңағы сондай болады. Себеп диктатор ғой. Содан жаңа Мауды жаңағы Әнуары бар, Титосы бар, Шығыс Еуропадағы елдердің басшылары. Солар алдыға салып, ойбай Мау еке, сен деген енді әулиесің ғой, сен пайғамбарсың. Мына Хрущев деген кім ол? Сіз тұрғанда біз сізді тыңдаймыз ғой дегенде, ана Мау өзін құдай сезініп Хрущевпен алысады ғой. Хрущев енді жаңа Қытайды тас-талқан қылып, қалған өзінің тыңдағысы келмей жүргендердің бәрін жаңа тәубасына келтіремін деп, Хрущевтің жаңа Қытайға атом тастаймын дейтін кез сол кезде Америка тоқтады. Дәл қазіргі Путиннің мынау Украинге атом тастаймын, ойбай, міне тастаймын, әне тастаймын, мен қырып жіберем, абайлаңдар, ойбай, мен қырам, менде атом деген зат бар деп ойбайлап жатқанның сыры осында. Енді біраз айтайын. Баяғыда жаңағы орманда бір қоян қашып келе жатыр екен дейді. Ойбай, не болды? Ойбай, қаш. Қоянды көріп жаңағы одан қарсақ қашқан, одан оны көріп тышқан қашқан, жабай мысық қашқан, жабай ит қашқан, жабай түлкі, сасық күзет қосылып қашқан. Әгілерді көріп бір кезде қасқыр айтады дейді. Ой, не болды бәрін қашып? Түлкі мүлкісі бар, өңкей ұсақ түйек бар. Ойбай, білмеймін, әйтеу мыналар қашып келе жатқан соң қашып келе жатыр. Одан бір кезде қасқырда түлкіні көріп қасқыр қашқан, қасқырды көріп аю қашқан. Соны арыстан кеп тоқтатады ғой, не болды сендерге бәрін қашып, ойбай, бүкіл жер әлемді сондай бір не болып кетті деп арыстан кеп бәрін тоқтатады. Сөйтсе аю айтады, қасқырды көріп қаштым, қасқыр айтады, түлкіні көріп қаштым дейді, түлкі айтады, қарсақты көріп қаштым дейді, қарсақ айтады, сасық күзенді көріп қаштым, сасық күзен қашқаннан кейін бір бәле болған шығар деп мен де қаштым. Сасық күзен айтады, ойбай, мына пәленді көріп қаштым. Сон ең соңында неден қаштым десе, қояннан қаштым. Қоян айт, не бүкіл елді дүрліктіріп, бүкіл мына ормандың жаңағы бейбітшілігін, тыныштығын бұзып, 174-ші баппен сотталып кетейін деп тұрсың ба не? Айт, не болды дейді ғой. Содан жаңа қоян айтады, ойбай, әкем мас келе жатыр енді, әкем мас болса қырады ғой, жояды ғой деп айтады дейді. Енді сөздің шыны Путиннің атомы сол қоянның әкесінің мас болған сияқты әңгіме болуы да бек мүмкін. Себебі 1991 жылы Совет одағы ыдырағанда Украин мен Ресейдегі атом бомбасының жаңағы несін қалтырады ғой, жаңағы Украин мен Ресейді қыспаққа алып, ол Назарбаев Нобельден үміттенген деген ол есегдәме, ол Назарбаев есерсоқ өзінше Нобель сыйлығын алам деп діндердің съезін өткізіп, шешендердің ұйымдары Назарбаевты біздің басымыздан сипады, сондықтан Нобель берді. Пакистанның бір ұйымдары Назарбаев Нобель ұсынады. Назарбаев ақымақ. Назарбаев сол кезде Қазақстанды орыс пен Қытайдың қолжаулығы қылмай, Американың Израиль мен Тайваньнан кейінгі базасы қылғанда баяғыда Нобель алатын еді. Соншама ақшасы қолында тұрып. Бірақ Назарбаевтың өзінің ындыны, жаралмышы, Құдай жаратқан жаралмышы шайтан, азғын, арам жеп өскен сұмырай, азғын адам, тумысы сондай, болмысы солай. Құдай өзі сол жаратқанда тозақы тағдыр жазып қойған жаңағы нағыз ібілістің ұрпағы болғаннан кейін, ол жақсылыққа жұмсаған жоқ бүкіл ақыл парасатын. Сөйтіп орыс пен жаңа Украин мен қазақты сол кезде Америка бар, Еуропа бар, қыспаққа алып отырып, атом қаруынан бас тартқызады ғой. Сөйтіп ол атом қаруының бәрін зарарсыздандырып, Ресейге тапсырып беріп, бүкіл Совет одағының жаңағы атом қаруының бірден бір мұрагерін Ресей империясы қылады, білесіздер. Сөйтіп Ресей империясы жаңағы атом мұрагері.
сол заманда Американың мамандарының сол заманда жазған бір ақпараттар бар. Ашық ақпарат, ешқандай құпияда емес. Мына Совет одағының атом қаруының дейді 70%, 70% іске жарамайды екен. Бәрі біткен, тозған. Ана реакторлары, ананың анаусы, ананың ана жаңа лазермен атқылайтын, ананың уранды атқылайтын, ананың ураннан шыққан энергияны жаңағы күшейтетін бүкіл жаңа құрылымдар. Бірінің мына жері сау болса, екіншісінің ана жері бұзық, 13-шінің мына жері былай. Қысқасы 70% керекке жарамайды дейді. Жалпы Совет одағы атом қаруының 70% жаңағы жарамсыз дейді. Сонда 30%. Енді Путин сол, енді ойлаңдар, бір атом бомбасы қанбасын сақтап тұру үшін бір атом бомбасы қанбасын, яғни сол атом бомбасын жаңа сылап сипап сақтап, ішіндегі оның ең озық технологиялық заттарын үнем тозатын, үнем радиациялық ыдырауда болатын заттарын жаңа қадағалап отыру үшін қанша ақша кетеді? Есептеңіздер, 50 миллиард доллар ақша кетеді. 50 миллиард доллар ақша. 50 миллиард доллар ақша дегеніңіз енді бір мемлекеттің бюджетіне ол сұмдық ауыр нәрсе. Ал Ресейдің білесіздер, мына әскерилері тіпті әскери киімге жарамай, үстіндегі ана киімдер жаңағы быт-жыт далдылы шыққан киімдермен жүр. Енді бұндай жағдайда тіпті ана әскерилеріне жарайтын әскери тамағы да жоқ. Әскерилерінің өзі жаңағы анау бақыр қазандарын алып ап картопын пісіріп өздері жүр, әскери дайын тамақ дейтін атымен жоқ. Енді осындай быт-шыт жаңа әбден іріп шіріген Ресейдің енді мына атомға жұмсайтын 50 миллиард доллар ақшасы мүмкін бе болуы? Мүмкін емес. Ол өте қиын жағдай. Өте қиын жағдай. Өте қиын жағдай. Енді қазір сол Израиль ақпарат құралдарының айтуынша мынау жаңағы атом зымыраны, атом оқпасы орнатылған зымырандарды ататын орыстың жойғыш, қырғындағыш ұшақтары Украина шекарасына таяу маңда қозғала бастаған. Міне, білесіздер, зымыран кәдімгі зымыран атылатын. Бірақ ол жай зымыран ба? Бара салғаннан кейін жаңа глицериндік бомбаларды жара салады, онда ұзаса 1-2 ғимарат күйрейді. Бірақ егер оның басына атом оқпасы орнатылатын болса, онда бір қала күйрейді. Мына менің артымда мына үйлер тұр. Егер мына үйге зымыран атсаң, анау тұрған екі үй құлайды. Егер глицериндік бәленбай 1000 тонна глицериндік нелерді жарылғыш қуатқа ие заттар қойса, ана ғимарат құлайды. Айналасындағылардың әйнегі шағылады, немесе сызат кетеді, болды, көп зиян жоқ. Бүкіл қала аман тұрады. Егер оған атом оқпасы орнатылған зымыран тисе, онда бүкіл. Бірақ бұл жерде тағы бір нәрсе. Ресейдің атом сүңгуір кемелері енді солтүстік теңізде актив қозғалып жатыр дейді. Атом қаруы қауіпті емес болуы мүмкін, бірақ теңіздің астында 50 метр, 100 метр жерде жарылған атом бомбасы ашық теңізде, тіпті мысалы Англияның шекарасы емес, немесе Францияның шекарасы емес, ашық теңіздерде, open теңіздерде жаңағы жарылған атом бомбасы қуатты болған жағдайда теңіздің бетінде 100 метрлік толқын тудырады дейді. 100 метр толқын сіз білетін, біз білетін осы күнге дейінгі ең сұмдық апаттық жағдайдағы толқындардан да биік болады. Ал 100 метрлік толқын қуатын болса, онда тұтас Америкаңды бір тәуліктің ішінде тастан-таңғып, тұтас қалаларды ойрандап кетеді. Лондонға ең жақын жердегі ашық теңізде бір атом бомба жарса, бір Лондон бір сағаттың ішінде бүкіл ғимараты тасталқан болып суға қарып. Ресейде бұндай атом қаруы бар. Мәселе осыны ескерсек, Көтен ата ма, атпай ма? Атала ма, аталмай ма? Көтеннің ұзақ уақыт өмірбаяны туралы жазған, оны зерттеген және ол туралы қаншама мақала жазған адам жуырда өзінің көзқарасын ашық жариялады. Мен енді оның аты бірдеңе деп бастарыңызды қатырмай-ақ қоямын. Ол айтады, мен Көтенді білемін дейді, өте білемін дейді. Ол жеңілгенді қабылдай алмайды дейді. Ол атомды жару. Міне, әңгіме қайда жатыр? Әңгіме қайда жатыр, қалың елім қазағым? Есерсоқ Көтен бүкіл адамзатты атом соғысына алып кіруі мүмкін. Аман болайық, қалың елім қазағым, бір-бірімізді ренжіткен болсақ, бір-біріміздің көңілімізді ауыртқан болсақ, кешірейік, кешірімді болайық.
қарыз құрызымыз болса қайтарайық. Араздасып жүрген адамдарымыз болса бір-бірімізге барып, алдыға барып, алдымен кешірім сұрайық. Араздасқандардың ішінде ең алдымен кешірім сұрасқаны Алланың мейіріміне ең көп бөленеді. Ендеше ертең атом соғысы болып, дүние осымен ақырласып, мына дүние қайтадан ертең жаңа тас қару алып, бір-бірімізді сойылмен сабалайтын заманға қайтадан кететін сондай бір алмағайып заман болатын болса, ендеше осы арада мен ренжітпеген баршаңыздан кешірім сұраймын. Бірақ ұлт сатқындарынан, биліктің кембінің, Назарбаев Тоқаевтың жүйесіне қызмет еткен барлық 200-ді рұқсаты бар маймылдардан және барлық қытайшыл орысшылдардан кешірім сұрамаймын. Мен өмір бойы күресіп өттім. Ал қарапайым халқым артық ауыз айтқан әңгімен болса, сіздерден кешірім сұраймын.